Ипотека демекші, ипотекалық несиелерді екінші деңгейлі банктердің қайта қаржыландыруы бағдарламасына тұрғындар үшін тиімді көп өзгеріс енгізілді. Бұған қоса Оңтүстік Қазақстан облысында бір жылда банктерге салынған депозиттер көлемі 22%-ға өсіп, 315 миллиард теңгеге жеткен. Бұл туралы еліміздің бас банкирі Данияр Ақышев Шымкентте сапар барысында арнамызға берген эксклюзивті сұхбатында айтты. 15 қаңтарға дейінгі жағдай бойынша ипотекалық қарызды қайта қаржыландыру үшін банктерге 15.810 өтінім беріліпті. Соның ішінде 62 миллиард теңгеден асатын сомаға 10.374 өтінімді комиссия қарап мақұлдаған екен. Ал Оңтүстік Қазақстан облысында 1000 адамның өтініші қанағаттандырылыпты. Бағдарламаға енгізілген толықтырулар бар. Люди просят рассмотреть и иные возможности. Тұрғындар төлейтін уақытты созуды сұрайды. Бұл мәселе қаралып жатыр. Бағдарламада қарыз алған азаматтар үшін біршама жеңілдіктер енгізілді. Мұны азаматтардың экономикалық жағдайын ескере отырып жасадық. Әлеуметтік осал топқа жататын болса, мемлекеттік баж салығынан босатылады. Тұрғын үй аумағына қойылатын талап та өзгерді. Бұл бастамасы ғана. Осы бағдарламаға қатысушылардың қатарын кеңейтуге бағытталған жаңа өзгерістер топтамасы да даярланып жатыр екен. Бас банкир теңге бағамының құбылуына түрлі жағдайлардың әсері барын айтты. Ұлттық банктың қаңтар айында валютаны сату түріндегі өктемділігі тіптен төмен болыпты. Жалпы сауда-саттық көлемінің 3%-ға жетпейтін үлесіне ие. Ал екінші ақпаннан бастап базалық пайыздық мөлшерлемені 17% деңгейінде белгіледі. Бұл көрсеткіштің ары бері 2% ауытқитыны ескертілген. Мы считаем, что эта система, во-первых, позволяет. Осындай жүйе банктерді қысқа мерзімді өтімділікпен тұрақты түрде қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Біз бұрынғы жүйені бұзған жоқпыз. Екінші деңгейлі банктер ұлттық банктың теңге өтімділігіне қол жеткізуіне ыңғайлы жағдай жасалды. Данияр Ақышев жақын арада теңге бағамы шетел валютасына қатысты аса қатты өзгермейтінін айтты. Ал бірінші ақпаннан бастап ақш долларын сатып алу, сату айырмашылығы 6, евроны сатып алу айырмашылығы 7 теңгеде белгіленді. Әбдез Рахманұлы, Нұрмахан Мұсатов, қорытынды жаңалықтар, Шымкент.